Бүгін көретіндеріңіз, автоолигархтар белсенді Санжар Боқаевты аяқтан шалып, түрмеге отырғызуды жоспарлап жатыр. Да вы развиваете дебилизм. Вот что я вам хочу сказать. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапбаев мемлекеттік бағдарламаны күтпей, пәтерге ақшаны өздерің жинаңдар дейді. Если вы здоровый человек и способны работать, то вы должны копить себе на квартиру. Я понимаю, что у всех разные ситуации. Әрине, Шарлапбаевтың шала мәлімдемесіне мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев қарсы шықты. Те меры, которые вы принимаете, они не рентабельны и не решают данный вопрос. Денсаулық министрі Ажар Ғиная данасы 1 миллион 600 мың теңге тұратын медициналық құралдарды 7,5 миллион теңгеден сатып алмақшы. Ажар ханым ақшаны оңды солды шашып немесе жеп жатса, шымкенттік дәрігерлер пандемиядағы еңбек ақысын әлі ала алмай жүр. Ақшасы қайықты, қашан төлеген, соны айтшы, мен ештеме естігім келмейді, ештеме шашады мен. Соңғы кезде әкімдердің артын ашып, талай шенеуніктің шымбайына тиіп жүрген Санжар Боқаев деген белсенді жігітті білетін шығарсыздар. На них потрачены сотни миллионов, народные деньги. Они говорят, что временно отключено. Какое временно отключено? Уже 1,5 года они не работают. Утилизбормен әбден қандарын ішкеннен кейін вице-премьер Роман Склярдан қолдау тапқан автоолигархтар Лаврентьев, Цхай, Смағұлов, Махмудовтардың өндірістік қаржылық тобы белсенді Санжар Боқаевты аяқтан шалу бойынша мүмкін амалдардың барлығын қарастыра бастады. Дерек көзің айтуынша ең дұрысы оның американдық Джон Дир лоббистерінен ақша алғандығын дәлелдеп, қаржылық мониторинг агенттігі арқылы қаматып тастау. Мамаша не ударилась головой. Ну и вообще не только мамочки, а наши жители. Боқаевты залалсыздандыра алса, автоолигархтар зауыттарды қорқытып, Қазақстанға қорғас арқылы келетін барлық Қытай көліктерін елімізде жинайтын етіп, лицензия алып алмақ. Қазірдің өзінде олар Чанган, Джили, Байт, Зикр маркаларын кемінде ресми дилерлікті беруге көндірді. Енді Ваяқ пен Ли Автоны тізеден басуда. Ресми дилерлік шешілгеннен кейін Қытайдан көлік таситын Санжар Рулит, Электрик Карс, Вольт авто, Ватс автосынды жеке кәсіпкерлерді нарықтан алып тастамақшы. Ол үшін бір адамға бір электрокөлікті госпошлина салығынсыз елге әкелуге рұқсат беретін норманың күшін жойса жетіп жатыр. Санжар Боқаевтың ауыл шаруашылығы техникасын өндіретін американдық Джон Дир алпауытының осындағы өкілі Сергей Глоккемен барлық байланысы түбегейлі зерттеліп, арасынан қылмыстық іске тартатын эпизодтары ізделуде. Одан ештеңе шықпаса, зорланған қыз кинотуындысы жүзеге асатын болады. Ол фильмнің актрисасы да дайын. Автоолигархтар неге соңына дейін барады? Себебі олар құрастыру зауыттарын тұрғызуға Қазақстанның Даму банкінен миллиардтаған кредит алған болатын. Оны қайтару үшін көліктерді көбірек сату керек. Бұған дейін 4% автонесие бағдарламасымен ажиотаж тудырып, біраз мәселелерін шешті. Енді ішкі нарықты сырттан келетін Қытай көліктерімен жабу. Сол арқылы монополияны сақтап қалу міндеті тұр. Лаврентьевке қарасты Қазақстандық автобизнес қауымдастығы биылғы алғашқы жарты жылдың өзінде елде 73 мың автокөліктің құрастырылғанын хабарлады. Бұл массивті ішкі нарық пен экспортқа өткізу үшін автоолигархатқа түрлі лобби шаралар керек. Ал Санжар Боқаев деген белсенді аяққа оратылып, оларға анық қадам жасатпай келеді. Қалай болғанда да Санжар Боқаевтың билікті әшкерелеп жатқаны қай жағынан болса да дұрыс. Сондықтан аман жүрсін демекпін. Билік дегеннен шығат, бұлар бізді үндемеген сайын үркейді деп жүрме, әйтеуір тышқан боқтарын езетін болыпты. Жақында ғана Путин тағайындаған өнеркәсіп министрі Қанат Шарлапбаев миға сыймайтын мәлімдеме жасады. Тыңдаңыздар. Если вы здоровый человек и способны работать, то вы должны копить себе на квартиру. Я понимаю, что у всех разные ситуации, но с точки зрения государства, опять же, если мы будем приоритизировать детей-инвалидов и людей, которые способны работать и зарабатывать, то, извините, я буду выбирать детей-инвалидов, и это позиция, которую я считаю, что мы должны будем поддерживать. И в этом плане, если есть альтернатива, да, о которой вы говорите, вы хотите создать отдельную программу еще, достаточно уже существует программа. Единственный ответ – это быть финансово грамотным
и накапливать деньги. Егер түсінбеген болсаңыздар айтайын. Шарлапбаевтың пайымдауынша, дені сау адам мен еңбекке қабілетті қазақстандық мемлекетке үміт артпай, үй алу үшін өзі жұмыс істеп, ақша жинау тиіс. Ал жеңілдетілген ипотека халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған екен. Мұндағы акцент үміт артпай, үй алу үшін кезекке тұрмай, ақша жинау керек деген сөзге түсіп тұр. Сонда бізге үкімет көмек көрсетпесе, біз не себепті салық төлейміз? Билік өз күнін өзі көрсін, қазақ онсыз да үкіметтің қатысынсыз өзімен өзі өмір сүруде. Солай ғой. Біз бұларға ақша жинап береді екенбіз де, бұлар бәрін қалтаға басып алып, биліктен көмек сұрамаңдар дей сала ма? Осылай өздерін елден артық санай ма, әлде ақылды санай ма? Түсінбедім. Мен Шарлапбаевтың шала сөзін. Әрине, министрдің бұл мәлімдемесіне қарсы шыққан депутаттар да болды. Соның бірі Елнұр Бейсенбаев. Сколько у нас социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди? Порядка 250 тысяч, да, человек? 254 тысячи человек. А сколько мы по 2% обеспечиваем людей? Давайте вот арифметику здесь подержим. Давайте. 3200 человек. Хорошо. Это даже фактически 1,5% из того, которые нуждающиеся стоят в очереди. Давайте. И говорить о том, что такими темпами мы решим, не решим мы этот вопрос, Ханат Бейсенбаев. Давайте, вы же высказались, ответили же на вопрос. Дайте я, пожалуйста, доскажу. Спасибо. Я же выслушал вас. Спасибо большое. Справедливо. Вот те люди, которые стоят в очереди, это 25 тысяч, это семьи, которые воспитывающие детей-инвалидов. Но по 2% же получают и многодетные семьи, и социально уязвимые, их же 250 тысяч. А 3200 человек, которым мы выдаем займы, и еще мы выдаем там порядка всего лишь 18 миллионов тенге, на которые они могут купить только однушку. Ну, Ханат Бейсенбаевич, надо же признать, что проблема есть. И те меры, которые вы принимаете, они не рентабельны и не решают данный вопрос. Жалпы Шарлапбаевтың мәлімдемесімен келіскеннің өзінде қазағым құны кем дегенде 30 миллион тұратын пәтерге қанша жыл ақша жинау керек? Айтайын, сіз киім мен тамақтан бөлек айына 100 мың теңгені квартираға деп сақтап отырсаңыз, 30 миллион теңге тұратын 2 бөлмелі пәтерге 30 жыл ақша жинау керексіз. Ал осы уақыт аралығында далада қонбайсыз ғой? Әрине жоқ. Сондықтан Шарлапбаевтың бұл ұсынысы барып тұрған бассыздық. Арамызда пәтерге ақша жинап жүргендер бар ма? Төменде пікір жазып кетіңіздерші, көрейік. Мен оқимын. Жалпы байқайсыздар ма? Біздің билік басындағылар қазаққа келгенде тарланып қалады. Как будто сол ақшаны өз қалталарынан төлеп жатқандай. Ал өздеріне керек болса артығымен алады. Соның бірі денсаулық министрі Ажар Ғинаят. Тәтеміз данасы 7,5 миллион теңге тұратын медициналық құралдар сатып алмақшы. Ол үшін министр бюджеттен 48 миллиард теңге сұрап отыр. Ал бұл аппараттардың негізгі бағасы 1 миллион 600 мың теңге екен. Енді есептеңіз, әр сатып алынған құрылғыдан Ажардың қалтасына 6 миллион теңге түсіп отырады. Ойлаудың өзі қорқынышты. Қысқасы, Ажар Ғинаятты жақында олигархтарға арналған Forbes журналының тізімінен көріп қалсаңыз, таңғалмаңыз. Денсаулық министрі осылайша «Ехоу!» деп шайкабайт етіп жатқанда, Шымкенттің дәрігерлері пандемиядағы еңбек ақысын әлі ала алмай жүр. Сұмдық қой енді, а? ақшасы қайықта қашан төлейді, соны айтшы, мен ештеме естігім келмейді, ештеме шаршадым мен. Қазір маған сіздің көмекшіңіз 118 миллион сіздің ойыңызда. Қалай бұл? Сіз өзіңіз ойында не қазір бердіңіз ба? Бердіңіз. Мен анау сөз, мынау сөз дегім келмейді. Менің 2 балам бар, біреу инвалид, үйде отқан анамын. Мен қалай 118 миллион беремін? Айтыңызшы. Қалай төлеймін мен жұмысшыларға? Тоқтаңыз, мен айтайын сізді. Тоқтаңыз, мен уже кеп кеттім мен уже. Мен жұмысшылар менен талап етеді. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етем дедіңіз ба? Оны қамтамасыз еткен жоқсыз. Мына мамандармен қамтамасыз етем дедіңіз, қамтамасыз еткен жоқсыз. Жаңа атқарылған іске бұйрық шығардыңыз. Ақша төлетемін дедім қомысқа. Ол да төленген жоқ. Қашан болады? Мен уже менен констрибуция етеді. Сіз істемегеннен біз инфекционный алып екен. Өздеріңіз түсінгенде күні-түні көз ілмей науқастарды қараған ақ қалатты абзал жандар 3 жылда ала алмаған айлығына жақын арада қол жеткізе алмайды ау. Неткен әділетсіздік. Менің ойымша Ажар Ғинаятқа қатысты тексеру жүргізу керек сияқты. Себебі бұл ханымның леви движениялары көбейіп кетті. Антикордың әрекетін күтейік енді. Құрметті көрермен, естеріңізде болса, біздің заңгер сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді деп уәде берген едім алдыңғы санда. Сондықтан сөз кезегін заңгер Нұрболат Ибраевқа берейін. Экраннан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, менің есімім Ибраев Нұрболат Қасымбекұлы.
халыққа қолымнан келгенше көмек көрсетіп жүрген қарапайым заңгермін. Олай болса менің көрермендерге сұрақтарына көшсек. Ассалаумағалейкум. Менің заңгерге бір сұрағым бар еді. Мен 1 жыл бұрын жұмыстасыма кредитке ақша алып берген едім. Кейін ол адам жоқ болып кетеді. Кейін заңгерге бардым, қол хат берді. Заңгерге ақша бердім, сонда да алып бере алмады. Қол хаты бар. 1 жыл болды. Әліге дейін тым-тырыс. Не істесем болады? Басқа қайда барсам болады? Мен Маңғыстауданмын. Ондай жағдайда сотқа жүгіну арқылы ақшаны өндіріп алуға болады. Негізгі мән беретін нәрсе сол қолхаттың ақшаны қайтаратын уақыт, ақша алушының аты жөні, қанша теңге ақша алғаны, сонымен қатар қолхаттағы нұсқасы болуы шарт. Осы жағдайлар сақталған жағдайда сот арқылы өндіріп алуға толық мүмкіндігіңіз бар. Бұл Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 272 бабына сәйкес әр міндеттемелер орындалуға тиіс. Ассалаумағалейкум. 2012 жылы кредит алғам. Сосын 2013-тің күзінде жабамын. Сосын 2020-да Каспий Голдымды блокқа қойды. Төленбеген қарызың бар деп 2013-тен бастап қайда қарап жүрді. 1 жыл өткен соң звондаса болар еді ғой. 7 жыл өткенде звондағандары дұрыс емес деп ойлаймын. Айтпасқа болмас, несие шарты белгілі бір мерзімге қайтару уақытысы көрсете отырып жасалады. Несие алушыны несиені толық жапқаннан кейін қарыз жабылған жағдайында анықтама алу керек. Себебі банк қанша уақыт өтсе де сотқа беруге құқылы. Егер де жабылмаған жағдайда банк шартының аяқталған уақытынан кейін 5 жыл өткен жағдайда ескіру мерзімі қолданылады. Мысалға 2017 жылы несие алдыңыз. 3 жылға, яғни 2017 жылы несие төлеу уақыты бітеді. Яғни 2018 жылға дейін сот, яғни банк талап арызбен жүгінуге құқылы. Ал егер де банк сотқа арызданатын болса, заңға сәйкес, яғни банк туралы заңға сәйкес, 37 бабына сәйкес ескіру мерзімін қолдануға болады, яғни 5 жыл. Заңгерге сұрақ. Евразия банктен машина алғам, оны інім сақтандырумен айдап соғып алды. Інімдікі дұрыс емес енді. Ақша береміз, істеп береміз, или кредит жауып береміз деп, ең соңында дым бермей машинаның иесі сен болу керексің деп хат жіберді. Не істейміз? 6 миллиондық машина. Біріншіден, егер де сіз гарант немесе тең қарыз алушы болмасаңыз, ақшаны қайтару тек ініңізге ғана міндет болады. Екіншіден, машинаны кім атына тіркелген болса, сізді сол жол көлік оқиғасына қарамастан банк ешкімді үшінші тұлғаны міндеттей алмайды. Тек қарызды алған адам ғана төлеуге міндетті, және сол жауапкершілікке сол азаматтықтарда сол тартылады. Армияға зорлап апару заңды ма? Неге үйден көшеден балдарды зорлап басып алып кетсін деген заң бар ма? Әрине, яғни біреуден алып кету дейміз ғой, бірақ жалпы алып кету заңда көрсетілмеген, алып кету керек, басып алып кету керек деп, яғни бұл бойынша нақты көрсетілмеген. Сондықтан да олардың әскерге алып кетуі заңды бұзбайды. Себебі, егерде біз өзіміздің отанымызды біз қорғамасақ, біздің балдарымыз отанымызды қорғамаса, мынандай жер көлемін кім қорғай алады? Сондықтан да біз керісінше өз отанымызды, өз балдарымызды, өзіміздің інілерімізді отан алдындағы борышу міндетін өтеуге біз оларды баулуымыз керек. Және әрбір азамат, әскери міндетті әрбір денсаулығы бар азаматтар отан алдындағы борышын өтеуге міндетті деп санаймын. Және бұл заңда әр азаматтың ол борышы. Мысалға мен өзімде, мен ешкім шақырған жоқ, жалпы меніған келетін болса. Мен өзім әскери бөлімге барып, сол жерден шақыру қағазын алып, мен соған сұранып, өзім бардым. Ол адамның әскери болып, ертең жаман айтпай жақсы жоқ, елімізде қандай замандар болуы мүмкін. Сондықтан да әрбір азамат, денсаулығы бар азамат әскерге дайын болу керек. Қандай жағдайларда болса да, әскери уақыт болған жағдайда біз отанымызды қорғауға әрқашанда дайын болуымыз керек. Ал енді әскери шақырудан босатын азаматтар бар. Ол әрине жаңағы 27 жастан асқан адамдарға, оның денсаулығында кінәрат болғанда, мүгедектерге, жалғыз асыраушысы болған жағдайларда, сол адам ол кезде әрине ол әскери шақырудан босатылады. Ол да заңда да ол көрсетілген. Бірақ басқа жағдайларда ол жұмыс істеп жатсын, немесе басқа бір жағдайларда, мысалға, ол әскери міндеттен босанмайды. Сондықтан да біздің өз балдарымызды
қазір иә ол болып жатқан естіп жатырмыз ақпарат құралдардан, адамдар бір өлгенін, қандай да бір жаңағыдай мүгедек болып қалғанын, бірақ енді ол қанша адамның ішінен біреу. Оны жерде біз енді мен оны өлгенді дұрыс деп санамаймын әрине. Ол жерде әскери жаңағы бөлімшенің бастығы, сол жердегі болған командир дейміз ғой, басшылардың кінәлігіне болды, дұрыс ұйымдастырмауы, әрине ол жерде оның кінәлері бар. Арақта, алайда біз мыңнан бір статистиканы алып, соны басшылыққа алып, әскерден жалтаруға немесе балдарымызды барғызбауға тырысқанымыз әрине ол дұрыс емес. Сондықтан да әскери борышын өтеп, өз алдындағы міндетін өтеп, ол жердегі қиындықтар, физиологиялық, психологиялық қиындықтардың бәрін өтіп, кейін өмірлік тәжірибеге өз үлесін қосады деп санаймын. Құрметті көрермендер, егер де сұрақтарыңыз болса, төменге пікір жаза өтіңіздер. Біз әрқашан сұрақтарыңызға жауап беруге, көмектесуге дайынбыз.